GBC Grand Business Consulting'тің маркетинг планы сізге беретін мүмкіншілігі. Бұның мақсаты мына халық болса, мына халықтың тұтынып жатқан бірінші не істейді? Денсаулығын жақсартады, тамақ алады, киім алады, және үй алады дегенде, иә. Үйдің міне осының бәрін мақсаты бүкіл халықтың 98-де 6% өздеріне қайтаратындай жоба жасап отыр. Халықтық интернет магазин жобасы 98-де 6% халыққа бір-біріне қайтатын, осы барлық тұтынушылардың өздері бір-біріне 98-де 6% қайтады. Мақсаты. Енді бірінші GBC консалтинг бізге не береді? GBC деген ол өте үлкен ауқымды бизнес деген сөз. Біріншісі, сіз шақырғаныңыз үшін за приглашение деп жазайын, иә. За приглашение 20%, сіз шақырғаныңыз үшін 20% бонус береді. Екінші табыстың көзі, сіз бұл жерде сіздің шақырған адамдарыңыздың за покупка товар сатып алғаныңыз үшін өзіңізге 15% кешбек қайтып отырады. Екінші табыс. Үшінші табыстың көзі бұл жерде сіздің структурный бонус, структураңыз, адамдарының табысы структурный бонус деп аталады. Бұл 5%. Ол 10-шы қатарға дейін әрбір сіздің адамдарының келіп жатқан 5% табыс. Төртінші табыстың көзі бұл жерде сіздер активационный бонус, бізде ай сайын активация жасалынады. Сіздер постоянно клиенттерінің активационный бонусынан 10-шы қатарына дейін активационный бонус ала аласыздар. Одан кейінгі біздің тағы 5-ші табыстың түрі активационный бонус дедім, иә. Бонус. Енді фастарт арқылы, фастарт жылдам старт деген сөз, фастарт арқылы сіздер бұл жерде машина ала аласыздар бұл программа арқылы, және туризм путевкасын ала аласыздар, тур путевка ала аласыздар. Бұл фастарт жылдам старт программасы арқылы. 5-ші беретін табыс. 6-шысы бұл жерде сіздер баспана бағдарламасынан өздеріңізге 70 миллионның баспана бағдарламасынан 70 миллионның үйін ала аласыздар. Егер де жұмыс жасасаңыздар, 70 миллиондық үй алуға болатын керемет табысты ұсынып отыр GBC консалтинг. Маркетинг планы осындай табысты береді. Қараңыздар. Қазір біз кім бұл жерге қалай тіркеле алады? Біріншіден сіздер 7.000 теңгеге де кіре аласыздар. 21.000 теңгеге 3 зат алып кіре аласыздар. 49.000 теңгеге, 28.000 теңгеге 4 зат алып фастарт программасымен кіре аласыздар. 49.000 теңгемен үлкен пакетпен, золотой пакетпен кіре аласыздар. Бұл жерде мына бронзовый директор кошелегіңіз ашылады, серебряный кошелегіңіз ашылады. Мына жерде сіздер фастарт ашылады. Фастарт программасы ашылады, мына жерде золотой директор кошелегіңіз ашылады. Дәл осылай сіз компанияға кіре аласыз. Енді сіз келгеннен кейін именно фастарт арқылы кіріп келгеніңізді айтар едім. Өйткені фастарт программасы арқылы сіз келесіз, сол кезде ғана үйдің бағдарламасына кіре аласыз. Мына сізден кейінгі өзіңіздің жұмысыңыз осы төрт өнім алып келетін адамды шақыру. Сол кезде сіздің бірінші адамыңыз келгенде, екінші адамыңыз келгенде бір жұлдызыңыз жанады. Бұл адамға сіздің жұмысыңыз осы екі адам шақырып үйрету. Осы екі адам шақырды ма, мына жерде 2 жұлдыз жанады. Бір жұлдыз жанды, 2 жұлдыз жанады. Бұл екінші адамдар тағы өзінің әрқайсысы өз адамдарына келіп жатқан кезінде 3 жұлдыз жанады. Мына 3 жұлдыз жанады, мына жерде 3 жұлдыз жанады. 3 жұлдыз жанды, енді осы соңғы қатардағыларға өзінің 2 адамына келіп жатқанда, бұл жерде уже сізде 4-ші жұлдыз жанады. 4 жұлдыз жанады. 4 жұлдыз жанған кезде сіздерді автопрограммаға өткізеді, туризм программасына өткізеді. Мына автопрограмма және туризм программасы. Бұл жерде де сіздердің жұлдыздарыңыз жану керек. Сіз келдіңіз, сіздің астыңыздағы уже 2 адамның асты ең соңғы қатарға тағы бір адамнан түскен кезінде, олар сіздің артыңыздан келетін болады. Бірінші адамыңыздың асты толып сіздің артыңызға келеді, бірден ол кісінде 2 ячейкаға қояды. Туризмге де автопрограммаға да қояды. Бұл жерде сіздер ешқандай зат алмайсыздар, ешқандай условия жоқ, тек сіздің 4 затпен алып келетін адамдарыңыздың жұлдыздарыңыз жанып келген болса болғаны. Бірінші адамыңыз келді ме, 42.000 теңге түседі. Екінші адамыңыз келеді, дәл солай екінші адамда асты толып жатыр уже. Мына екінші адамыңызды сіздің артыңыздан жұлдызы жанып келген кезінде сізге екінші адамыңызды бірден 2 туризмге де автопрограммаға да қояды. Дәл осы кезде сіздің бір жұлдызыңыз жанады. Бұл астындағы 2 адамның өзінің 2 адамы келіп жатқанда 2 жұлдыз жанады. Дәл мына кісінің астындағы адамдар дәл солай өздерінің 4 жұлдызын жағып келіп жатқан адамдарда мына жерде 3 жұлдыз жанады.